Армысыздар. Менің есімім Салтанат. Онша қатты боянбаймын, бірақ соңғы кезде сол өзіме кішкене көктем келді ма, өзіме кішкене қарайыншы деп. Сонымен көбінесе Фаберликтен үйге алам. Өйткені шын мәнінде дүкен сөрелерінен қарағанда арзандау. Енді қымбат тауарлар да бар, бірақ мен көбіне сол ақша үнемдегеннен кейін арзанырақ заттарын алам үйге, ыдыс жууға, кір жууға, жаңағыдай. Одан кейін өзімізге де сол су сабындар, денеге арналған, бетке арналған. Сол енді мынандай бір жаңа көз кірпікке арналған сүрме келген екен. Соны сынап көрейін деп жағып көріп едім. Айырмашылығы бар ма жоқ па? Тіркеліп 20%-ық жеңілдігі бар. Сондықтан маған бұл тағы қосалқы товарлар алғаннан кейін, заттар алғаннан кейін маған бұл шын айтсам 1080 теңгеге келді. Содан кейін енді базарда 1000 теңгеге бұндай ала алмайсыз. Тағы кәдімгі сертификат несінен тауар, ешқандай бір қоспалары болмаса бір бәрі енді өздерін мақтайды, бірақ 1000 теңгеге мен базардан болмаса арзан дүкендерден мен бұндай ала алмаймын. Содан кейін жаңа көрдім, ашып, өзінің несі болады екен мынандай. Иісі онша бір жоқ. Мен андай бір қатты, ондай бір иістерді онша жақсы көремін. Бір керемет бір сол бір өзінің сүрменің иісі. Содан кейін бүйтіп жағып көріп едім. Енді ана жерде суреттегідей керемет енді мынандай емес. 2 рет жақ деді. 2 рет жаққан өзінде мынандай болды. Енді бір кәдімгідей андай 3-ті, 5-ті деген сияқтыдай болмаса да, мынандайдан қарағанда мынау енді кішкене көзге енді айырмашылығы бар, ерекшелігі бар. Одан кейін онша көзді бір ауыртып не істемейді. Өйткені мен көбіне көзілдірікпен жүремін. Содан кейін маған бір ұнағаны мынау қылшықтары, содан кейін мынандай неде андай домалақ бір нелер түйіршіктер қалатын еді ғой. Сондай түйіршік қалмайды екен. Сол жері қатты ұнады. Сонымен де ұнады. Алуға тұрарлық нәрсе екен. Қазір екінші көзді бояп көрейін. Қазір мен жақын неден алайын, айнаға қарап. Сол ұнағаны несі жоқ. Мынандай түйіршік мынандай болып тұрмайды екен. Қазір екінші көзімді бояп көрейін. Қандай әсерде. Енді айырмашылық мына көз бен мына көз. Қазір. Қарап отырсаңыз, кәдімгідей кірпігім деген ұшып жатыр аспанға деп па. Қазір. Енді ана жерде жазған 1-2 ретте солай болады деп. Енді 1-2 ретте олай болмайды. Кәдімгідей отырасыз 2-3 рет жағып. Сосын бір қыз келіншектер айтуы мүмкін. Қойшы үстіп 5-10 минут отырам ба, оданша 5000 теңгеге ананы жаңағыдай жабыстырып алып, бір ай жүрмейін ба, 20-30 күн деп. Мен енді көз ауыратын, көзілдірік киетін, одан кейін жаңағыдай ондай шыдай алмайтын қыз келіншектер мысалы орнынан айтатын едім. Мен мысалға 5000 теңгені мынандай бірдемені қандайдандай бөтен бір пластикті көзіме жабыстырып, онымен бір ай оны қышынып бүйтіп жүріп, одан кейін оны бүйтіп шешу керек. Соншама өзімнің тәніме сөйтіп қиналғанша, оданша 1000-1500, ары кетсе 2000 теңгеге сол баяғы әдіспен оданша боянған жақсы деп білемін. Мен өзім солай ойлаймын. Қазір мынаны тағы бітірейін. Мынаны 2-3 рет істеп едім, кәдімгідей ұшты. Қазір.
Жок, айырма эрекчелиги бар экен башка тууштардан. Maybelline болсун, дагы кандай алатын баягы Fleur болсун, Mary Kay, кайсы өзү? Маған мынанын эң үлкен маған не катты унаганы мындай түйүршүктөр жок. Өйткөнү баягы эң жаман сол тугун энди бүтүп жакканда ана жерин бүтүп содан кийин бүтүп жана немен тырнакпен немен бүтүп алып отурат, тазалайтынбыз. Жок, маған катты унат, шын айтсам. 2-3 жаккандан эмес, энди 5-6 бир. Ух ты. Иә, енді осы маған жетер, өйткені бұдан ұзынын білмем. Осы ұзындық маған қатты. Осы ұзындықпен бүгінгі эфирді аяқтайын, өйткені бұдан сайын ұшып та білмем, өзіме қатты ұнады осы. Сол алуға тұрарлық, бағасы қалтаға қонымды. Сол ешқандай бір көзді ауыртып, қышытып, болмаса бір ауырлық сезінетін ондай ештеме жоқ. Одан кейін жаңағы несін қосымша ең күшті несін айттым ғой, андай түйіршікті ілінбейді. Щетка өте қатты ұнады. Сонымен білмеймін, жақсы ұнап қалды деп. Оған қоса мына бір тестерді алып едім, қандай болады екен. Несі күшті екен, жағылы несі, иісі де. Мен әдейі тестер мынандай осындай алып аламын, өйткені әлі күнге шейін жасым жақында 40-қа келсе де қандай түс жарасатынын әлі білмеймін. Сондықтан осындай бір қоңырқай түсті алып едім. Өзім денеме жақын. Жақсы екен. Сол білмеймін, қаншалықты сұлу болып кеткеніміз. Әрине, әдемі болып жүру, сұлу болып жүру, ол тек өз қолыңызда. Сондықтан тамақтан, коммуналкадан мен жалғызбасты ана болғаннан кейін бәрін үнемдеймін ғой. Содан үнемдеп өзіме осылай өзімді қуантып тұрамын деп та. Әрине, әйел адам әрқашанда өзін бағалау керек. Сондықтан сіздер де бағалап, өздеріңіз күтініп, әдемі, сұлу, деніңіз сау болып жүре берсін. Жақсы сау болыңыздар.